мақсатымызға жетеміз деп, бүгінгі қазақ тілі сабағын бастайық. Ендеше орындарына отыра қойыңыздар. Жақсы балалар, қазір бізде қандай сабақ? Қазақ тілі. Барлық қоршаған орта бөлімі бойынша саяхат ортақ тақырыбын өтіп жатырмыз. Ал енді бүгін біз қалада, шетпеге, болмаса тауға саяхат жасап жүрміз ғой өздеріңіз, солай ма? Отбасымызбен, өзімізше. Ал бүгін сынып болып біз сын есімдер үйіне саяхат жасаймыз. Өйткені кешегі сабақта біз сын есіммен таныстық, солай ма? Ал саяхат жасау үшін бізге не керек? Жаяу барамыз ба? Жоқ, не керек? Көлік керек. Такси керек дейді, дұрыс айтасыңдар, бізге көлік керек. Әрқайсымыз өз көлігімізде отырамыз да саяхатқа шығамыз. Ал енді көлігімізге отырсақ, оның әйнегі лас екен. Сырт көрінбейді, дала ештеңе. Не істеуіміз керек? Әйнекті сүртуіміз керек. Ол үшін өткен тақырып бойынша сұрақтарға жауап береміз. Ал ендеше бері қарайық. Әйнекті сүртіп, бүгінгі сабақты бастайық. Ал бірінші сұрақ сіздерге балалар. Сұрақты оқимыз, жауап береміз. Өткен тақырып бойынша сұрақтарға жауап береміз. Кім оқиды? Ал оқи ғой. Сұрақты оқы. Заттың түрі түсін білдіретін сөздерді дейміз. Не дейміз? Сын есім. Ал сөйтте ғой әйнегіңді. Жоқ, былай ар жақтан бері қарай. Ал жақсы отыр. Келесі. Кім келеді? Келесі сұраққа. Айт келеді. Оқы, дауысын шығарып. Сын есімдерге қандай сұрақтар болды? Иә, сөйте ғой әйнегіңді. Айдында көлігінің әйнегі тазалады. Ал жақсы, келесі. Айгүл кем қойды? Айгүл кем келе ма? Зере келе ма? Ал келе ғой, кім келеді? Қандай сұрақтар қойылады, не істейді, не қылдық. Ал жақсы. Жарайсың, отыра ғой. Және соңғы сұрақ болу керек осы. Оқу жер. Қызыл алма сын есімді тап. Қызыл алма деген сөздің кезінде сын есім. Қай сын есім? Иә, қызыл деген сын есім. Ал жақсы. Енді сын есім деген не? Кеше айтып еді, айтып жүрші. Толықтырып жіберейік. Сын есім деген не? Сурет үшін білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Сын есімдері қандай пайданы сақтап қалады. Мысалы, Иә. Жақсы отыралық. Мысалы, қызыл. Міне жаңа таптым өзім, солай ма? Ал жақсы балалар. Енді көлігіміз бай. Ары қарай жолға шығайық. Ол үшін мына қиындықты шешуіміз керек. Көрмеші олар? Иә? Қайсымен шығаш? Қалай шығып тұр? Соның, иә. Келесі жоқ, есім дегенін шығаш, қайсы? Апай, ал жақсы. Сын есім дегеніміз не? Айтып жүрші. Шығар, дауысын шығар. Заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атаймыз. Сын есімдерге қандай қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, Иә, жақсы. Ережелі күшті жаттайсыңдар, жарайсыңдар. Жақсы, жарайсыңдар. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сын есім екен. Дәптерімізді ашамыз, күннің жадын және тақырыпты жазайық. Сабағымыздың тақырыбы сын есім. Сабағымыздың мақсаты
Бүгінгі сабақта біз қателерді тауып, түзетіп жазамыз, сипаттау мәтінін құрастырамыз және сын есімдерді ажыратамыз. Жаздық па күннің жадымен тақырыпты? Ал жақсы. Енді біз саяхатқа шығу үшін көлігімізге отырдық. Ал көліктің жылдамдығын қалай тез, қалай жай жүретіндігін не арқылы білетін еді? Спидометр арқылы. Ол көліктің жылдамдығын өлшейтін құрал еді, солай ма? Ал бүгінгі мына құрал сіздердің алдарыңызға таратамыз. Бұл сендердің білім жылдамдықтарыңды тексеретін болады. Бағалауды міне бүгін осымен жүргізетін боламыз. Кім қанша ұпай жинады, қандай жылдамдықпен келе жатыр екен, саяхатты қалай жасады екен, соны көретін боламыз. Жақсы. Жас болдық па бәріміз? Ендеше сын есім дегеніміз не? Соны кешегі сабақта да өткенбіз, тағы да бір бекітіп жіберейік. Мына бейне жазбаға қарай қойыңдар. Көрдің бе, бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ, көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл, дәмі ашық, тәтті, қышқыл, пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Жақсы балалар, сонымен сын есімнің не екенін жақсырақ білдік. Енді ары қарай сабағымызды, яғни саяхатымызды жалғастырамыз. Ол үшін жаңа бағалауды түсіндіріп кеттім. Ал енді жаңа көрдік, бейнежазбаны көрдік. Сын есім дегеніміз не? Ережені айтамыз тез-тез бәріміз, сосын әркім өзі мысал келтіріп кетеді. Ережедегі жазылған оқулықтағы мысалдан басқа өзіміз мысал келтіреміз. Келістік па? Және бағалаймыз. Сын есімнің ережесін айтамыз. Ол 1 ұпай, оған мысал келтіре аламыз. 1 ұпай. Ал тек кім бастайды? Ереже. Сын есім айтамыз. Сапасын білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, күшік доп. Күшік доп сын есім ба? Қандай? Қандай дәптер. Сын есімдер мысалы. Айтыңызшы. 4 ұпай. Сапасын білдіретін сөздерді сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, әдемі, жақсы, қоңыр, жақсы, қара. Ал жақсы. Тағы да. Сен айттың ғой жаңа. Мысал келтірші сын есімге. Мысалы. Сұлу, жақсы, таза, қоңыр, қара. Басқа, одан басқа еді. Тағы. Қандай? Оқулықтардан басқа. Ақ, қара, жақсы. 1 ұпай.
мысалы қара, ақ, қызыл, қоңыр, жасыл, сары. жақсы сіздерді айтып жатыр. Жақсы, 2 ұпай. Ары айтыңыз. Үн сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атайды. Мысалы? Қандай қайдегі сұрақтар қойылады? Мысалы, әдемі, қоңыр, таза, ақ. Әдемі, қоңыр, таза, ақтан басқасын есім айтыңызшы, көрдіңіз бе? Қандай? Айтшы, қандай? Мысал келтірші, Қандай таза, тағы қандай өз айтып. Иә. Тағы. Тағы. Айтшы. Мәссаған. Солай ма? Өсті, киінді деген қай сөз тармағына жатады не? Естіп ол. Қандай сұрақтар қойылады оған? Не істеді, не болды? Жақсы. Ал, сын есімге мысал келтірейікші осы топ. Тез. Сын есім. Айта берейік. Бек. Айт тез. Не? Жасыл. Қара. Ал, ережесін айтып жібере ғой. заттың түсін, түрін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Жақсы, отыра ғой. 2 ал. Қандай сұрақтар қойылады? Сын есімдерге. Сұрағын айтып жіберші. Ал, мысал келтіре ғой. Қоңыр, ақ, қара, жасыл, Тағы. Тағы. Қандай? Чеш тағы көңіліз бар. қандай ағаш, Қандай ағаш? Ал, айтшы. Сын есім айтшы. Сен бір бай. Мысал келтірші сын есім. қоңыр, қара, жасыл, биік, қаласа, Биік, аласа, дұрыс тағы. Айтып. Ұзын, кіші, жарайсың. Отыра ғой, 2 ұпай сан. Айтып жүрші, сын есімге мысал келтірші. Қандай деген сұраққа жауап бересің? Сөздер айтшы. Қандай? Тағы. Иә. Тағы. Жақсы, тағы. Таза, тағы. Біз сол жақсы, таза, ақтан шықпады ғой. Ал, отыр. Ары қарай. Жігер, ережені айта ғой. Сын есім дегеніміз не? Тез. заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атайды. Ал, сұрақ. Жақсы. Қандай сұрақтарға жауап бересің? Қандай Ал, мысал келтір. сұлу, жасыл, таза, қоңыр, жасыл, тақта, бекур, шахмарда. Мә, солар сөйлесің бе? Дүріп қойып отыр, дұрыс емес. Дұрыс емес. Ал, сын есімдерге мысал келтірші. Суық, жылы, шығар дұрыс. Әкелер. Тағы. Қандай? Жай, тез, тағы. Ал, жақсы. Ал, сен айтып жүр. Қандай сұрақтар қойылады? Мысал келтірші. Жақсы, бұны тағы да біле жатарымыз ары қарай отыра аласыз. Сен мысал келтірші, сын есімдерге. Атын білдіре ма? Мысал келтірші. Иә. Қандай? Сөздер айтшы. Ережемен бәрін айтшы. заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, таза, биік, аласа, Иә. Тағы. қоңыр, жасыл, Иә, тағы. жақсы, жаман, Иә, тағы. Тәтті. ащы, Жақсы, отыра ғой. Жақсы. Бұны біз бірінші сыныпта да қарсы, мәнге, сөздер деп өттік. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер деп өттік. Мағыналары бір-біріне жуық,
алды дала бүлдіріп. Ал жақсы. Сын есімдер таба қойшы ішіне. Сын есімдер. Қандай келесің? Иә, қандай өзен дұрыс айтасың? Қандай? Қандай тау? Қандай тау? Сұрақ қойып тұрсың. Қай сенің сын есім ішінде? Өзен сын есім бұл. Апай, асау. Асау деген сын есім. Сосын? Асқар деген сын есім екен. Жақсы. Жарайсыңдар. Келесі топтан кім оқиды дағы? Қайсар оқисыңдар? Асау өзен арқырап, асқар Таулар. асқар таулар дүркіреп, айдын жата жалтырап, Алды не? алды Енді суретіп алайық. Дала. алды дала бүлкілеп. Жақсы. Сын есімдер қайсы айтып жүрген білесіңдер? Жаңа айтты. Асау. Асқар Асқар. Ал тағы да айдын жаты жалтырап, алды дала бүлкілеп. иә, сын есімдер Асау асқар тау. Жақсы. Енді қарап жүрші. Асау деген сөз сын есімде жатыр. Сын есім қай сөзбен байланысып тұр? Өзен деген сөзбен. Өзен деген қай сөз табы? Үндей берші сен де өзен. Өзен деген қай сөз табы? За? Айтшы шығарып тұрсыңды. За, кесін келесі. Асқар деген қай сөзбен байланысып тұр? Таулар. Тау деген? Қай сөз табы? За? Зат есім. Жақсы. Сын есім зат есімдермен байланысады екен. Айтшы оқып жүрші әдемі. Асау өзен арқырап, асқар таудан бүлкілеп, айдын жаты жалтырап, алды дала бүлкілеп. Жақсы. Тұра ғой. Келесі кім оқиды? Зере оқиды. Иә? Жақсы. Ал барлығымыз оқыдық па осылай? Суреттің орнына тиісті сөзді қойдық па? Ұпайларымызды қояйық ендеше. Ары қарай қазір бізде жеке жұмыс. Ол үшін дәптерімізді ашамыз. Оқулығымызда бар. 24-ші жаттығу бар оқулығымызда. Жаңылтпаш берілген. Жаңылтпашты оқимыз. Қатесі бар. Дәл солай көшіріп алмаймыз. Қатесін жөндеп жазамыз. Сын есімдердің астын жай қармашпен жазамыз. Ал тездетейік. Жаз. Қатесін жөндеп жазамыз. Көрдің ба Құдай елдің 24-ші жаттығуда? Не жаздыңдар? Ал жазайық. Тездетіп қоямыз. Отырайық, мәшінер.
Шымшыр. Қате жазамыз. Өте жақсы. Шахмада. Түгел дұрыс жазды. Дұрыс жібер. Қате барсын дейсің. Қатесін түземегенсің. Дұрыс. Жаз. Жаз дейсің. Жаз әрі. Заявление болсын. Сен де қате бар. Дұрыс бар, мына жерде бір қате бар. Қара, бұл қате қара. Қате бар сенде. Снесінден астын сыра қойын. Снесінден астын. Есімдердің астын сызамыз. Иә, дұрыс, Ерек. Дұрыс, Қайсар, таза бер. Дұрыс, иә. Сызық басты. Кім болды? Болған адам. Кім болды? Астын барсын. Сен айдырым сызарсың. Сызарсың сен де астын. Қайса болмақсың. Болды ба? Жігер. Алдық па? Қарай, сызық болғандарымыз тексерейік. Үшкір мен сұр деген сын есім. Сыздық па астын? Қатесін таптық па? Қомысы және құрт деген сөздерден қате бар екен. Жөндеп жаздық па деп? Ал өздерің тексеріңдер. Мен тексерген сірә тексердім. Қалғандар өздерің тексерің. Дұрыс болса, қатені түзетіп жазсаңдар, бір ұпай қойып, сын есімдерді ажыратып астын тауып сызалсаңдар, тағы бір ұпай қойып. Ал қой өздерің ұпайларын қойып. Енді ары қарай. Келесі қазір біз қасымызда отырған жұбымызбен ойын ойнаймыз. Әр жұптан бір адам маған келіп, мына жерден қағаз алу керек. Әр жұптан бір адамнан. Бекрузбек. Кеш. Зере кел. Зере бар. Жігер не болсын? Шахмада. Әр жұптан бір-бірден. Сендер кіммен бір жұп бола алыңдар. Жігер. Айгүлмен бір жұп боласың. Алма, бір қағазды алыңдар. Көрсетпейміз. Қасымыздағы жұбымызға көрсетпейміз. Соған барамызда қазір осы суретте көрсетілген затты сипаттап айтамыз. Атын айтып қоймаймыз. Ол жасырын карта деп аталады. Қолдарындағы картада не бар екенін балалар табу керек сендердің жұптарын. Түсінікті ма? Бастайды. Кім дайын? Кім бастайды?
Al Behruz'dan gel. Sen tur, sen bak. Otur atıyorum seni. Kursi kime bırak. Жасыл. Size jasıl. Ол тәтті, жапырағы бар. Дастарханға қойылады, ол жеміс. Jasıl. Sosun qanday keladi? Aytib turishdingiz. Жапырағы жасыл. Iya. Дастарханға қойылады. Pişinme açış, pişinme. Пішіні сопақлы. Sopaqda o'qishi, sopaq qilishni. Başlar içine kirdi. Bu ne? Ay, bu da çiş. Durs pa? Yaxshi, yeki pay yekiyorum. Al git, al qanday? Jigerdayım. Aytaver jiger. Сұсқарым. Tur o'rnidan. Сұсқарым. Пішігім. Сопақ. Al. Sopaq depişler. Size sarı deyip. Onu jiyimiz var. Жоқ, жоқ. Aytaverdi. Sifatla şiş tapsın. Tamam aytırım. Ол бізге тарт береді. Жарқын. Дұрыс па? Молодец. Отыралық. Екі пай екеумен. Келесі. Дайынмын дейін, Айзере. Көрсетпе. Ас. Көрсетпе. Ал, Айзере. Ал. Пол дейді, дұрыс па? Ал, жас отыралық. Келесі. Құдай. Ой, сеніңді көріп отырмын. Айта бер. Үндемесең. Оның түсі әртүрлі. Ол әдемі. Ол гүл дейді. Оны тағы не істейміз біз? Иіскейміз, аналарымызға сыйлаймыз, солай ма? Ол әдемі. Ал жақсы отыра ғой. Зере. Сипаттап айта ғой қолыңдағы затты. Қояңыз. Ал жақсы отыра ғой. Иә, жақсы. Айтшы. Оның түсі сары, ол қысқы, қысқалықтары, қысқал. Түсіні ұмырап. Пішіні. Домалақ па? Сопақтар. Сопақтар. Сопақшылар пішіні. Ол не дейді? Лимон дейді, дұрыс па? Ал жақсы отыра ғой. Шақырдан алып. Екі пайда қоя береміз. Әр түсі бар ма? Оның түсі қандай? Үндемейміз, өзі табады. Түсі қандай? Түсі бар ма? Қанша енді?
Ya, çözelim. Sifatta metni kurabiliriz. Jipni bo'lsa jip qarayib, stayni bo'lsa stab qarayib, tusini qarayib, turini qarayib, so'ngmen sol zatni sifatlarni aytishadi. Buni ne uchun qo'llanamiz, bu qanday? Жалпы сипатталмайды, qanday degan so'roqqa javob berib bolalar. Birinchi qo'lliq deyiladi. Tez shaharlarga ketdik. Al
tәтті. Tәтті дейді. Ал сендер қандай есім қолдандыңдар? Айтып жіберейік тез. Жазғанда. Сары. Сосын. Айтшы, қандай есім қолданды? Жеңіл, сары. Сосын. Пішінін айттыңдар ма? Пішіні? Домалақ. Жақсы, жеңіл, сары, домалақ деген сөздер қолданды. Алғашқы балалар, әрі қарай. Саяхатымыз осымен аяқталды. Жаңа мінген көліктерімізді әкеліп, өзінің тұрағына қоюымыз керек. Ол үшін әр тұрақта сұрақ бар. Соған жауап береміз. Кет. Сабақтың тақырыбы қандай? Ол өте бар, берші. Сын есім, жақсы. Келесі, кім келеді? Кім келеді Бекөзге? Топтық жұмыстың ұпайларын қояйық. 2 ұпайдан балалар. Мақсатымыз қандай? Иә. Қандай? Қателерді. Тауып түзеп, Сын есімдерді. тауып. Жақсы. Көлікті салды. Келесі. Айтша кел. Ал. Шардасымен. Қандай тапсырмалар орындады? Балалар қарап айтшы, қандай орындайды ал? Не істедік жаңа? Сүндесіндерді таптық. Иә. Ойын ойнадық па? Сосын. Бір-бірімізге орамал лақтық. Ойын ойнадық сосын. Бәттен бұрадық. Келесі. Кел сама. Тез. Сүндесін сұрап қандай? Қандай қайын? Жақсы. Мысал келтіріп жүрші несіңге. Сала бер көлігіңді. Мысал. Көңіл, жасыл, би, қарасы, тау, Әдемі. Жақсы я отырады. Кет. Әрі қарай. Айдып кел. Сосын жігер салады. Сын ес. Сын есім дегеніміз не? Айтып жүріңіз. Балалар қарап айтшы. Мысалы, ақ, қара, қызыл, жасыл. Жақсы отырады. Жігер. Көлік салып жібере ғой. Қандай мақсатымыз? Не істеуіміз керек бүгін? Қателерімізді түзеуіміз керек. Табуымыз керек. Сосын мәтін құрап едік қой бір.
90 жақсы. 100 ұпай жол екен, 90 ба екен, 90 да жақсы еді дегенді. Бірақ әлі де жылдамдықты күшейтуіміз керек. Үйге сендерге тапсырма. Сын есімге ережеден басқа мысалдар келтіретін боламыз. Түсінікті ма? Осымен сабағымыз аяқталды.